Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Қазақ Реал. Бүгінгі видео өте тарихи видеолардың бірі болады. Бүгін 25 мамыр күні менің арнама 1 жыл болды, яғни 1 жасқа толды деп айтсам да болады. 1 жыл бұрын осы 25 мамырда мен арна ашып YouTube бастаған едім. Және сол уақыттан бері бақандай 1 жыл өтіп кетті және осы видео шығып жатыр. Бұл видеода енді осы каналдың арнаның тарихын айтып берем. YouTube ашу ойы қайдан келді, YouTube қалай бастадым, қашан бастадым деген сұрақтарға жауап берем. 2025 жылдың мамыр айының 25 еді, яғни дәл осы күн, бірақ 1 жыл бұрын еді. Сол уақыттарда, сол мамыр айында ойланып жүрген едім, жазғы демалыста видео түсірсем қалай болады, YouTube бастасам қалай болады деп жүрген едім. Және мен бұған дейін YouTube арнам болған. 2021 жылы YouTube арнам болған. Негізі YouTube түсіру мен сол 2020-21 жыл көп FIFA ойнайтын едім. FIFA-ны өте көп ойнайтын едім. Сөйтіп бір күн YouTube'дан FIFA-дан видео көріп қалдым. Сөйтіп ол жақсы просмотр жинап, соны түсірген арнада, каналда мықты дамыған екен. Сөйтіп ойладым да, мен де осылай түсірсем қалай болады екен деп. Сөйтіп сол 2021 жылы сол каналды ашқан едім. Сөйтіп FIFA-ға кіріп пак аштым, 3-4 пак аштым. Сөйтіп мықты 2 ойыншы түсті. Сөйтіп шортс қылып бірінші видеоны салдым. Сөйтіп ол ұзақ уақыт жинамай тұрды. Сөйтіп екінші видеоны салдым шортс қылып. Сөйтіп сол екінші шортс салған кезде бірінші шортс 4 просмотр жинады. Сол кезде ема деп қалдым. 4 просмотр жинады деп. Енді ол кезде кішкентаймын ғой енді. Сондай болды. Кейін 16 просмотр ма сондай просмотр жинады. Екеуі де сондай сол шамалас просмотр жинады. Кейін 3-4 күннің арасында бір 100 просмотр ма жинады екеуі. Каналдың аты өзімнің атымды қоя салған едім сол кезде. Сөйтіп сол арнаны дамыттым. Дегенде бір 80 подписчик болған еді. Пак ашып салдым. Сөйтіп бір мықты командаларды бірге бір ойнатып, мысалы Реал Мадрид пен Барселона деген сияқты командаларды, клубтарды бірге ойнатып, сондай видео салып жүрген едім, ойнап. Сөйтіп салдым, бір 3-4 ай өтті. Сөйтіп уже YouTube'ға мынандай желание кетіп қалды, түсіргім келмей қалды. Өйткені жай дамып қалды. Әрең дегенде бір 4-5 айда бір 70 подписчик па болған еді. Кейін ол уже түсірмей кеттім. Сөйтіп бір 5-6 айдан кейін 100 подписчикке енді жеткен еді. Сөйтіп солай түсірмей кеттім да. Сөйтіп қыста, сол қысқы уақыттарда қайттан бастадым. Сол сентябрь, ноябрь, декабрь деген айларда, сондай айларда қайттан түсіріп бастадым. Ол кезде уже Майнкрафт түсірген едім. Өйткені жақсы актив жинайтын еді. Солай салдым Майнкрафтты. Енді ол кездегі танымал видеолар 5 минутта қандай соғасын, 10 минутта қандай соғасын деген сондай. Сосын мен дәл сол сентябрьға дейін мен өзім даусымды қоймайтын едім видеоға. Сол Майнкрафт түсірген кезде бірақ даусымды қойдым өзімнің. Сөйтіп соны түсірдім. Сөйтіп шортспен тез дамитынын түсіндім да. Сөйтіп біреулерден видео ұрлап салдым. Оны бәрі істеген шығар. Сөйтіп видео ұрлап салдым. Сөйтіп арнаға бірінші страйк келді. Страйк деген ол 3 страйк келсе канал банға кетеді, арна удалить етіп тастайды. Сол бірінші страйк келді, оны білмейтін де едім. Сөйтіп ары қарай ұрлап сала бердім, шортс сала бердім. Сөйтіп бір 2-3 подписчикке ма жеткен еді. Сөйтіп солай салып екінші страйк келді. Сол екінші страйк келген кезде бірақ YouTube'тың өзі жаздым страйк деген не деп. Сөйтіп қазақша видеоларды көрдім. Енді ол кезде орысша білмейтін едім мен. Сөйтіп соны салып көрдім. Страйк деген не екенін білдім. Мәссаған деп қалдым. Тағы бір страйк келсе банға кетеді екен деп. Бірақ ары қарай түсіре бердім. Оны
андай серьезно караган жокмун да ону. Ары карай урлап сала бердим сөйтүп 1 айдан кийин 2 айдан кийин 3 страйк келип канал банга кетти. 2022 жыл эди уже. Кыс эди уже, январь өтүп кеткен. Шамамен сондай убакыттар эди да. Сөйтүп YouTube вообще тастап кеттим. Сөйтүп 2023 жылы кайттан YouTube'ду баштадым да. Сөйтүп ол кезде тагы FIFA мен Asphalt 9 деген түшүрдүм. Экөөнү түшүрдүм, жабырсып шорт салып, сөйтүп кайттан дамыдым да. 325 подписчикке жеттим бир 4-5 айда. Ол кезде уже урламай салдым ол кезде. Сөйтүп 2023 жылы салдым. Сөйтүп кийин уже 2024 жылы энди класс үлкейген сайын YouTube түшүрүүгө убакыт жок боло баштайт. Сөйтүп сонун ол канал вообще актив болмай кетти. Сөйтүп кайттан салган эдим, болмай калды. Сөйтүп кайттан урлап салдым шортстарды. Сөйтүп 1 страйк кетти, 2 страйк келди. Сөйтүп буну ары карай дамытсам 3 страйк bir күнү келет да. Сөйтүп банга кетет го деп сол каналды удалить тастай салдым. 400 подписчикке жеткенде мага. Сөйтүп содан бери вообще YouTube'ду алмай кеттим кайтадан. Кайттан баштамай кеттим. Сөйтүп 1 жыл мурун неге кайттан баштамаска деген ой келди да. Сөйтүп ачтым. Уже бул кезде энди өскөндөн кийин урлоо деген болгон жок менде. Сөйтүп түсүрүп эң биринчи видеону әрине кайттан FIFAдан баштадым. Сөйтүп эң биринчи видеода FC Mobile, Arsenal, Real Madrid деп жазган едим. Arsenal мен Real Madrid ойнаткан едим. Сөйтүп ол канча 1 жыл өтсө де 48 просмотр жинаган экен. Сосын экинчи видео салдым. Биринчи видео менен экинчи видеонун арасы өтө узак убакыт, өйткөнү мен каналымды ача салып сразу видео салгым келди да, и сразу салдым. Сөйтүп ары карай шорт түшүрүп кеттим. FIFAда гол салгандарын салып, солай истеп кеттим. Ол кезде Чемпиондар лигасынын бир финалы ма, энди өткөн убакыты ма, сондай бир нерсе эди. Сөйтүп мен да сол Чемпиондар лигасын салдым. 1-8 финал деп Real Madrid тандап салдым. Сөйтүп сол Чемпиондар лигасын салдым. Сөйтүп ол жакшы жинап кетти. Сосын 1-4 финал салдым, 1-2 финал салдым. Сөйтүп утулуп калдым, сондай бир нерсе болду 1-2 финалда. Көрүп тургандарыңыздай уже обложка сразу мыкты болуп кетти. Биринчи видео менен экинчи видеонун арасындагы. Мына жакта да мыкты. 3-чү видеомда, 4-чү видеода салдым. Сөйтүп карпаркингди неге түшүрмөскө деген ой келди да, и карпаркингди да түшүрдүм. Карпаркингден көлүктөргө аңчылык рубрикасын салган едим. BMW M4 182 деген машинаны алган едим 0ден баштап. Бул 1-2 аптанын ичинде 3000 просмотр жинат. Сразу каналым бүйтүп атылып кеткен сыяктуу болгон эди мага. Бир 20 лайк бай жинат, 3-4 комментарий жинат. Сөйтүп осы видеонун аркасында мен бир 100 подписчик бай жинап берди мага, өтө көп подписчик. Дәл азыр мага бул 90 подписчик әкелген экен. Сөйтүп энди видеону салгандан кийин карпаркинг жакшы жинайт экен го деп артынча әлеуметтик эксперимент деген видеону салган едим. Одан кийин Istanbul Guys'тан видео салдым. Istanbul Guys'тан 2 видео салдым жана артынча кайтадан карпаркингден көлүктөргө аңчылык рубрикасын салдым. Менин телефонум ол кезде эски эди, сал кататын да бар эди. Содан кийин телефон ауыстыруу керек болуп калган эди мага тез арада. Сөйтүп мына байкап тургандарыңыздай мына FIFAда пак ачтым деген видеодан кийин 8 ай мурун деп турго, и Bedwars 6 ай мурун деп тур. Сонда 2 ай бою видео шыкпаган эди. Мен телефон ауыстырган кезде Google аккаунттун паролун унутуп калгам. Ана эски телефондон удалить жибергенде, новый телефондон бул Google аккаунтка кире алмай калган едим. Сөйтүп деп ишим күйөп жүргөн кез эди. YouTube аккаунтумду жоголтуп алдым ба деп. Сөйтүп бир күнү бир кагаздардын арасынан бүйтүп таап алдым да, код жазылып тур экен. Ана Google аккаунттун аты менен код жазылып тур. Саган деп кубанып кетип, новый телефонду жаздым.
сөйтіп ана смс келеді деп сөйтіп жазады ғой енді. Сөйтіп Google аккаунтыма кіріп алдым. Кіргеннен кейін бірден ютубқа кіріп каналымды қарадым, актив түсіп кеткен болды. Сөйтіп енді Майнкрафтты Қазақстанда осы ютуберлер бірінші бастаған кезде сразу Майнкрафт түсірді, почти бүкіл Қазақстан ютуберлері Майнкрафт түсіріп көрген. Сөйтіп мен де түсірдім. Сөйтіп Медварс түсірдім сразу, көріп тұрғандарыңыздай. Сөйтіп ол 1400 просмотр қазір жинап тұр. Ол кезде бір 800 просмотрдай жинаған еді 2-3 аптаның ішінде. Содан кейін Суpraға дрифт настройка жасадым деген видео түсірдім. Мына фотодағы Supra менде әлі бар. Мен легендарный Suprам. Бұл Supraмен әлі көп видеолар түсіретін болам. Және содан кейін мен PUBG түсірген едім. PUBG ол өте аз просмотр жинады. Және PUBG-тан кейін қайтадан көліктерге аңшылық рубрикасын түсірдім. Ол бірақ көп просмотр жинамай қалды, өйткені актив түсіп кеткен кезі еді. Одан кейін 2 рет винил жасап салдым видео, және 2026 жыл болды. Ол өте аз просмотр жинаған екен, неге екен білмеймін. 4 ай бұрын осы видеоны салған едім. Солай видеоларды сала бердім, арнам дами берді. Және мен үшін тарихи сәт болды, мен арнам үшін. Мен Дримнан Манхунтын түсірген едім. 1 емес, 2 емес, 3 видео салдым. Бірінші, екінші видеода 1 охотникқа қарсы шайқастым, және 3-ші видеода 2 охотникпен шайқасқан едім. 3-еуінде де өкінішке орай ұтылып қалдым. Енді Атернос сервер қатып шайып жүрді, интернетте шайды. Енді жақында тағы да түсірем, өйткені жаз басталып жатыр, жазда көптеген қызықты контенттер шығады деп ойлаймын. Видеолар салдым, және міне ең соңғы видео әрине көліктерге аңшылық рубрикасына видео болған еді. Оның алдында Bedwars, оның алдында тағы да тарихи бір сәттердің біреуі. Мен арнамда ең бірінші Roblox'тан видео шықты. Егер Roblox'та тағы видео түсіргенді қаласаңыздар, комментарий жазып кете салыңыздар. Енді ол Roblox'тың алдында ең бірінші серверде Майнкрафтта видео түсірдім. Майнкрафттың серверінде 2-ақ видео шықты. Өйткені Гриферский еді, мен баламның бәрін қиратып бытын шығарып кетті. Сөйтіп түсіргім келмей қалды. Енді достар, арнама бақандай 1 жыл болды. 1 жылдың ішінде почти 1500 подписчик жинадым. Енді 2027 жылға дейін енді хотя бы емес, енді нормальный болады деп ойлаймын. 5000 подписчик жинасам деп отырмын. Бұл видеолардан бөлек мен арнамда шортстарды шықты, эдиттер жасаған едім машинамен. Енді бұны ұрладым деп айта алмаймын, ұрлаған жоқпын, өзім істедім. Енді монтажға жақсымын мен. Солай өзім эдиттер жасап салған едім, өйткені өте жай дамып қалған еді. Өйткені активті тағы да түсіріп алған едім жаңа жылға жақын уақытта, өйткені бір жаққа кетіп қалған едім. Үйде емес болғаннан кейін енді бір түсіретіндей жер болған жоқ, тыныш жер. Сөйтіп актив тағы бір түсіріп алған едім, соны көтеру үшін ғана шортспен видео салдым. Сөйтіп 10-15 эдит салған едім, 1000 подписчикке көтеріліп кетті. Ал оның алдында бір 800 ба подписчик еді, бір 200 ба 300 подписчикте қосып тастады. 10-15 эдит шортстар. Сөйтіп мен қазір шортстар өте аз салып жүрмін, өйткені мен шортспен емес видеомен дамығым келеді. Осылайша 1 жыл өтті. Енді мен көп зат айттым деп ойлаймын. Арнаның тарихын айттым, ютубқа қалай келгенімді айттым. Почти бүкіл тарихын бәрін айтып бердім каналым туралы. Енді 2021-ден бері осындай канал ашып дамытқым келіп жүрген еді. Ақыры дамыттым, 1000 подписчикке жеткен кезде қуандым қатты. Енді осымен видео бітті деп ойлаймын. Көп видеоларды қалай түсіргенін бәрін айтып бердім, тарихи моменттерді айтып бердім.
осымен видео бітті. Видео ұнаған болса видеоға лайк басып комментарий жазып кетіңіздер, арнаға тіркеліңіздер. Келесі кездескенше